Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен Вячеслав Вадимович Воскобовичтің технологиялар туралы, оның ішінде Воскобович кілемшелері туралы айтпақпын. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мынау Воскобович кілемшелері. Бұл кілемшеде балаларды дамытуға бағытталған түрлі тақырыптарды қамтитын көрнекіліктер бар. Мынау сандар. Бұл сандар арқылы қосу, азайту амалдарын орындауға және сандарды ретімен қойып орналастыруға болады. Сонымен қатар сандарға байланысты түрлі тақырыптарды қамтып, түзету, дамыту сабақтарын өтуге болады. Ал мынау көкөністер мен жемістер. Бұл бейнелердің барлығы алынады және қайта жапсыруға болады. Бұл дамыту ойындары балаларға қатты ұнайды. Мысалы, түзету дамыту сабағында балаларға осы жемістер мен көкөністер тақырыбын өткен кезде осы фетрден жасалынған Воскобович кілемшесін қолдануға болады. Мына байқап тұрсаңыздар, әрбір жасалынған заттар, әрбір жасалынған бейнелер өте әдемі жасалынған. Мінекей қараңыздаршы. Қияр, асқабақ, құлпынай, шие, міне. Әрқайсысы өте әдемі жасалынған, әр түстері ашық, әртүрлі қызылды, жасылды әдемі түстермен бейнеленген. Бұл көрнекіліктерді пайдаланып отырып сабақ өткен кезде балалар берілген материалды тез игереді. Міне, басқа да тақырыптарға арналған бұл жерде түрлі тапсырмалар бар. Мысалы, киім-кешектердің түрін өткен кезде мына тапсырманы орындауға болады. Кірді жуамыз, оны жіпке жаямыз, мына көйлектің түсі қандай, белдемшенің түсі қандай деген сияқты. Тағы да басқа да мына ертегілер, кейіпкерлері бейнеленген кілемшелер де бар. Бұл дамыту ойындары балаларға қатты ұнайды. Кез келген кейіпкерді, жемісті, сандарды, заттарды өз қалауларынша алып, келесі жерге ауыстырып жапсыра алады. Вячеслав Воскобовичтің осы дамыту ойындары кілемшелерін ойлап табуына және оны тәрбие мен білім беруге, білім берудің жаңа лебі ретінде қосуына басында өз балалары себеп болған екен. Қайта құру сияқты еліміздегі қиын кезеңдерде тығырыққа тірелген жас әке осы ойындарды ойлап шығарған. Бұл ойындардың маңыздылығы көп функционалдылығы мен бейнелік және әмбе баптылығында. Бір ғана ойынның көмегімен көптеген білім міндеттерін шешуге болады. Осы дамыту ойындарын ойнай отырып бала оңай әрі жеңіл, ешқандай күш жұмсамай, әрі өзі сезбей-ақ қалай білімді меңгеріп алғанын түсінбей қалады. Осылайша балаға цифрларды, әріптерді үйретіп меңгертуге болады. Сонымен қатар бала түс, пішін, көлемді біледі, ажыратады және есінде сақтайды. Қолдың ұсақ моторикасын шынықтырады. Тілін, ойын, зейінін есте сақтауын, қиялын жетілдіреді. Оқу, жазу, математикалық дағдылар құрастыру, шығармашылық қабілетін дамыту осы ойындар арқылы жүзеге асады. Бұл кілемшелерді фетр материалынан жасалынған көрнекілікті дайындау барысында түсіне, эстетикалық әдемілігіне, барлығына ерекше көңіл бөлінген және балалардың жас ерекшелігі мен даму деңгейі ескерілген.